Ипек анасы Нұрға кофе дайындап алып келе жатады. Стаканды дұрыс ұстай алмай қолы дірілдеп әрең келеді. Нұр оған төгетін болдың ғой, неге қолың дірілдеп тұр деп Ипектің қолындағы стаканды қағып жібереді. Лейла оны көріп қалып, не болды деп жанына жетіп келеді. Нұр, араласпа, мен қызыммен сөйлесіп жатырмын дейді. Ипек кетіп қалады. Нұр, егер енді менің қызымның жанына жақындайтын болсаң деп жатқанда, Лейла оған, сіңіліме енді бұлай жасайтын болсаң, мен сенің жаныңды шығарамын деп Нұрға қарай жүгіріп, Нұрды сабай бастайды. Нұр айқайлап үйдегілерін шақырады. Айқайды естіп барлығы жүгіріп келеді. Нұр, Эла мені тұншықтырмақ болды деп жылай бастайды. Туфан, Эла, менің кабинетіме бар, сөйлесеміз дейді. Лейла, бірінші Нұрмен сөйлескісі келетінін айтып Нұрға қарайды. Нұр Лейланың өзіне жеке нәрсе айтқысы келгенін түсініп, бәріне шыға тұруын өтінеді. Нұр, мен саған әлі көрсетемін, сенің не істемек ойың бар, мен саған кішкентай кезінде қалай істедім, қазір де солай істей аламын деп жатқанда, Лейла оған Мали екеуінің видеосын көрсетеді. Ол жерде Нұр Малиге, мені ешкім тастап кете алмайды, сен менің жігітімсің және әрқашан солай болады деген жазбасы бар еді. Лейла Мали мен Нұр екеуінің жасырынып кездесіп сөйлесіп жүретін жерге жасырын камера орнатып қойған болатын. Видеоны көрген Нұр үндей алмай қалады. Лейла, қазір менен барлығының көзінше кешірім сұрайсың, немесе мен Мали екеулеріңнің арақатынастарың туралы бәріне айтамын деп шарт қояды. Нұр үй ішіндегілерге, мен жаңағы болған оқиға үшін сендерден және Элладан кешірім сұраймын дейді. Барлығы Нұрдың өзі кешірім сұрағанына таң қалады. Лейла, Нұр ханым менің намысыма тиетін сөз айтты. Мен қарап тұра алмадым, ондай сөздерді көтере алмаймын, кешіріңіз Туфан мырза дейді. Сосын біз Живан екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Соны естіп Нұр ханым маған қатты сөздер айтты. Мен шыдап тұра алмадым, өзімді қорғауым керек болды дейді. Үй ішіндегілер Нұр мен Элланың мұны айтқандарына сенеді. Живан Лейлаға романтикалық кездесу ұйымдастырып, соңында Лейлаға тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Лейла келіседі. Бұл кезде Нұрда қарап қалмайды. Адам жалдап Лейланың анасы мен Фиданды ұрлап әкетесің деп тапсырма береді. Содан Лейлаға, мен ойлағанымды жүзеге асырмай қоймаймын деп едім ғой. Сен осы үйден кетесің және ендігәрі менімен жауласушы болма. Әйтпесе қара деп анасы мен Фиданды байлап ұстап отырған видеоны көрсетеді. Лейла, бұл біздің екеуміздің арамыздағы шаруамыз. Олардың ешқандай қатысы жоқ. Оларды босат дейді. Нұр, егер оларға бірдеңе болатын болса, оның бәрі сенің кесіріңнен екенін біл дейді. Лейла амалсыздан Нұрдың айтқанына келіседі. Жақындарыңды жібер дейді. Нұр, бірақ сен барлығына осы үйден өз еркіңмен кететініңді айтасың және Живанмен айырылысасың. Сол кезде ғана мен сенің адамдарыңды жіберемін дейді. Лейла барлығына, мен жұмыстан өз еркіммен кетемін деп шештім. Бұл менің шешімім, осылай болғаны дұрыс деп шештім деп қоштасады. Лейла Нұрға, егер жақындармен бірдеңе істейтін болсаң, айтпады деме, мен саған көрсетемін дейді. Нұр Лейланы сүйретіп ертіп үйден шығарып жібереді. Жылап келе жатқан Лейланың алдынан Живан шығады. Лейла, Нұр жаман әйел деп Живанды құшақтап жылай бастайды. Живан мен Лейла анасы мен Фиданды босатып алып шығады. Лейла жақындарынан, мені кешіріңдер, ол әйел сендерге тиіседі деген ойыма да келмепті деп кешірім сұрайды. Живан Нұрға келіп, барлығын жина, менің сендерге айтатын жаңалығым бар дейді. Нұр, Живан өздері туралы шындықты айтып қояма деп қорқып, Живан өтінемін, олай істеме, одан да Мали екеумізді өлтіре сал дейді. Барлығы қонақ бөлмесіне жиналады. Нұрда Живан не айтады екен деп үрейлене күтіп отырған еді. Живан, сендерді менің қалыңдығыммен таныстырғым келеді деп Лейланы шақырады. Сосын, менің әйелім Эла, біз екеуміз үйлендік дейді. Бәрі ауыздарын ашып таңғалып қалады. Нұр 1-2 сағат бұрын үйінен қуып шыққан Лейла енді өзінің келіні болып қайта оралады. Бұдан бұрын Живан мен Лейла некелерін заңды түрде қиып алған еді. Ұсыныс жасағаннан кейін Живан бұл жағын өзі ұйымдастырып қойған еді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналға тіркеліңіздер.